Индигадағы жеке кабинеттен пайдаланушы шартқа қол қою процесін бастайды. Бірінші қадамда жүйе қызметті көрсету шарттарымен келісуді және тұлғаны Е24 қосымшасына жіберілген код арқылы растауды сұрайды. Әрі қарай жүйе заңды өкіл туралы ақпаратты автоматты түрде толтырады. Келесі қадамда да жүйе ақпаратты толтырады және escrow шотын ашу процесіне өтуге ұсынады. Жаңа терезеде шотты ашу процесі басталады. Ол үшін шарттармен келісіп, екінші қадамда телефон нөмірін растау қажет. Әрі қарай пайдаланушы бейне камера арқылы сәйкестендіру процесін өтуі тиіс. Сәйкестендіруден өткен соң, пайдаланушы смартфонға келіп түскен SMS-қа жауап беріп, өз тұлғасын растайды. Одан кейін SMS код арқылы өтінішке қол қояды. Escrow шот ашылды. Пайдаланушы Индиганың парақшасына қайта түсіп, шот туралы ақпаратты жаңартады. Келесі қадамда пайдаланушы баланың фотосуретін, егу картасын, денсаулық жағдайы туралы анықтаманы және болған жағдайда ПМПК қорытындысын жүктейді. Соңғы қадамда пайдаланушы шартпен танысып, Е24 қосымшасына жіберілген QR код арқылы оған қол қояды. Содан кейін шарт балабақшаға қол қоюға жіберіледі. Қол қойылған шарт Индигадағы жеке кабинетте сақталады.